Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Үш тәлімгер. Екі қатысушы. Бір мақсат. Рамазан айының пайдасы мен игілігі. Жеңіл, қолжетімді және де әркімге түсінікті. Сәлеметсіздер ме достар, біз қасиетті Рамазан айында жаттығуларымызды жалғастырамыз. Жаттығу деңгейін сәл көтеріп қиындатамыз. Бұл жаттығуды айналымды өткізуді ұсынамын. Яғни мен 6 жаттығуды бірінен соң бірі орындаймын, ал сіздер өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізге қарай 5-6 рет жасауға болады. Ендеше кілемшені жайып жіберейік. Сонымен бірінші жаттығуда біз алға, сосын артқа қарай еңкейеміз. Бұл жаттығуда тыныс алу өте маңызды. Біз алға еңкейген кезде біз ішімізбен қабырға аралық кеңістігімізді қалай жұмыс істейтінін сезіну үшін тыныс аламыз. Содан кейін біз алға еңкейіп, артқа бір қадам жасаймыз. Түтік арқылы дем шығарғандай жай шығарамыз. Сосын бұл әдісті қайтадан қайталаймыз. Мен сізге әр жақтан 5 рет жасауды ұсынамын. Сонымен екінші жаттығу. Мен сізге тізеңізді шынтағыңызға дейін көтеруді ұсынамын. Егер сіз тепе-теңдікті сақтай алмайтыныңызды сезсеңіз, қандай да бір тірек табыңыз. Мысалы, қабырғаға сүйенуге болады. Тепе-теңдікті жақсы сақтасаңыз, мен сияқты қолыңызды созыңыз. Сонымен тізеңізді бүгіңіз. Шынтақ бастың артында бүкілген. Тізе мен шынтақты ұстауға тырысамыз. Бәрі бір жазықтықта жұмыс істеу үшін алға еңкеймеуге, артқа қарай бұрылмауға тырысыңыз. Бір жақтан 5 рет жасаймыз. Достар, мен сіздерге өз қарқыныңызды сақтап, өз сезімдеріңізге, өз әл-ауқатыңызға сүйенулеріңізді ұсынғым келеді. Бейнеге ілесуге тырыспаңыз. Мұнда барлық жаттығулар уақыт бойынша емес, қайталау саны бойынша орындалады. Әр жақтан 5-5-тен жасаймыз. Қарқынды сақтаймыз. Денеңізді тыңдаңыз, саналы түрде жаттығамыз. Сонымен үшінші жаттығу. Аяқ астында шапалақпен жасаймыз. Назар аударыңыз. Біз отырғанда қолымыз басымыздың үстінде. Қолдарыңызды тіке ұстаңыздар. Біздің арқамызда, иығымызда жұмыс істейтіндей етіп, оларды бүктемеуге тырысыңыз. Отырған кезде тізе бүйірлерді қысады. Содан кейін біз тұрып, алдымызда тұрған аяқты түзетіп, аяқтың астында шапалақтаймыз. Бір жағынан 5 рет, екінші жағынан 5 рет қайталаймыз. Төртінші жаттығу. Шынтақтан алақанға дейін көтеру. Өте танымал жаттығу. Сіздердің көпшілігіңіз мұны жасағаныңызға сенімдімін. Әсіресе марафондарға үнемі жүгіретіндер. Мақсаты неде? Қолымызды күшейту үшін. Сондықтан біз шынтақтан алдымен бір жағынан, содан кейін екінші жағынан тұрамыз. Барлығын 5 рет сол қолмен жасаймыз. Содан кейін 5 рет оң қолмен жасаймыз. Сіз кезек-кезектеп жасай аласыз. Ең бастысы шатастырмаңыз. Мен сізге әр жағынан 5 рет жасауды ұсынамын. Бесінші жаттығу бұрылыстар. Мұнда 2 нұсқа бар. Аяғыңызды еденге қойып отыруға болады. Бұл оңайырақ нұсқа. Немесе аяқтарыңызды жоғары көтеріп, оларды бүкіл жаттығу кезінде ілулі күйде ұстауға болады. Назар аударыңыз. Мен бұрылған кезде мен бүкіл денеммен айналамын. Алақандарымды бір жақтан екінші жаққа ауыстырып қана қоймай, бүкіл денеммен толығымен айналамын. Және екі алақанды бір жағынан, екінші жағынан еденге тигіземін. Әр жақтан 10 рет қайталаймыз. Алтыншы жаттығу. Шын мәнінде бұл планка, бірақ динамикалық түрде. Сізге бірден ескерткім келеді. Сіз престі қатайтыңыз. Бел аймағында ауытқулар болмас үшін жамбасты өзіңізге қарай бұрыңыз. Және бір жағынан бір жамбаспен, екінші жағынан екінші жамбаспен жанасуыңыз керек. Ең бастысы жамбасыңыз көтерілмеу керек. Өз денеңіздің айналасында айналуға тырысыңыз. Достар, бүгінгі жаттығу үшін рахмет. Бізбен бірге болыңыз. Өз пікірлеріңізді жазыңыз. Біз сізге пайдалы болсақ, өте қуанышты боламыз.